Сәлем достар, бүгін біз лапша істейміз. Үйде асылған, біздің үйде көбісі асылған жақсы көреді, асылған сорпаларды. Сол үшін сумен етті қайнатамыз. Мінекей қайнады. Кішкене дұрыс салып жібердім мен, қайнамай тұрып. Осылай көбігін алып аласыз. Енді үйдегі бар нәрсені сала береміз. Мінекей мен тәтті бұрыш салдым. Шуаны төртке бөліп салдым. Помидор салдым. Чеснок салдым. Лавр жапырағын салдым. Тұзды көреміз газдан. Қайтадан қайнатамыз. Енді біз картошкамызды саламыз. Мен укропты үлкен қылып салып жіберген жақсы көрем. Қамыр салатын кезде алып тастайтын қылып. Турап салсаңыздар да болады. Дәмін шығу үшін сала и алып тастаймын. Енді тек қамыр саламыз. Енді біз лапшаның қамырын илейміз. Бір жұмыртқаға кішкене тұз себем. Судың температурасы маңызды емес. Қаттылау алып илейміз. Осылай, мінекей, жаңағы құйған суымыз бен ұнымызға, жұмыртқамызға осылай ұнымызды біріктіріп аламыз. Көресіз ғой, енді өзіңіз қолыңызға ыңғайлап. Мінекей осындай қатты болды. Енді осыны салфанға салып қоясыздар. Мінекей қамырымыз әлі қатты, сол күйі тұрып көрдіңіздер, шамалы жұмсарған енді. Енді осыны қазір жаям. Мінекей мен жаңа кішкентай қамырды жайып болдым. Енді осыны кесеміз. Негізі қамыр қатты болған сайын лапшаңыз өте дәмді, әдемі шығады, езіліп кетпей. Еттің қамыры ұқсап, осылай орағаннан кейін бөліп аламыз. Осыны ортасынан бөліп, қазір мен турайым. Мінекей ортасынан бөлдім. Енді қазір осыны тураймыз. Мінекей осылай тураймыз. Қамырыңыз кішкене жұмсақтау болып кетсе, мына қамырыңызды ұнға кішкене малып алсаңыз болады. Турауыңызға оңай болады да. Сосын жабыспайды. Мінекей осындай болып туралады. Бәрін турап аласыздар. Жабыспайды, мен өте әдемі шыққан. Мінекей мен бәрін турап кесіп қойдым. Егер алдын ала турап кесіп қоятын болсаңыздар, астына обязательно материал салыңыздар. Өйткені дастарханға жабысып, кішкене жұмсарып кетуі мүмкін қамырыңыз. Мен бірден қазанға салатын болғасын пленканың үстіне қойдым. Енді қамырымызды саламыз. Мінекей біздің қамырымыз пісті. Ешқандай езілген жоқ, әдемі болып шықты. Дәмі енді күшті. Жасап көріңіздер. Ас болсын.